Ақтауда сервистік полиция пилоттық жобасы іске қосылды. Енді тұрғындар полиция ғимаратына бармай-ақ құқық қорғау органдары мен әр саладан бірлескен мамандардың көмектеріне жүгіну арқылы мәселелерін тез шеше алады. Ведомствоаралық топ тек ішкі істер органдары өкілдерінен емес, сонымен қатар құқық бұзушылықтардың алдын алуға құзыреттік берілген мемлекеттік органдардан құралған. Атап айтсақ, прокуратура, денсаулық сақтау, білім беру, халықты әлеуметтік қорғау, жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ жұртшылық өкілдері. Әр топ 16 адамнан құралған. Топтың мақсаты қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, мәселелер мен себептерді талдау, жұртшылықты ұйымдар мен мемлекеттік органдарды тарту және олардан тұрғын үйлер аумақтарында құқықтық тәртіп пен заңдылықты қолдау жөніндегі шешімдер әзірлеу үшін ұсыныстар алу болып табылады. Сонымен қатар аталған іс-шараға үкіметтік емес ұйымдар мен волонтерлар жұмылдырылып, тұрғындарға сауалнама таратылу жұмыстары ұйымдастырылды. Жобаны іске асыру үшін қала бойынша 3 криминогендік шағын аудан анықталды. Тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ұсыныстар енгізу мақсатында халықпен кездесу жұмыстары жүргізіліп, 590 сауалнама алынып, 76 азаматтың өтініші тиісті мемлекеттік органдарға шара қабылдау үшін жолданған. Дәметкен Саматқызы, Абай Жаныспаев, Ақтау Ньюс.